Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бұл видеода бигинер деңгейіне арналған бірнеше тапсырмаларды беретін боламын. Сіз осы тапсырмаларды орындау арқылы өзіңіздің бигинер деңгейінен жоғары немесе жоғары емес екендігіңізді білетін боласыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Сіз осы тапсырмалардың барлығын орындау барысында максималды балл 100 балды жинауыңыз керек. 90 мен 100 балдың арасы 5 деген бағамен, 75 пен 89 балдың арасы 4 деген бағамен, 50 мен 74 балдың арасы 3 деген бағамен, 0 мен 49 балдың арасы 2 деген бағамен бағаланады. Сондай-ақ мен әр тапсырмадан соң сол тапсырманың жауаптарын сіздерге беріп отыратын боламын. Ал ендеше бірінші тапсырманы орындап бастайық. Бірінші тапсырма бойынша сіз дұрыс сөйлем құрауыңыз керек. Бірінші сөйлем мысал ретінде берілген. Әр дұрыс сөйлемге 2 балл беріледі. Осылайша сіз 100 балдың 10 балын жинай аласыз. Ал енді осы тапсырманың жауаптарымен таныс болайық. Екінші сөйлемнің дұрыс құрылымы My name's Ben болып табылады. Ал үшінші сөйлемнің дұрыс құрылысы This is John. Төртінші сөйлемнің дұрыс құрылысы What is this in English? Ал бесінші сөйлемнің дұрыс құрылысы Very well, thanks. Алтыншы сөйлемнің дұрыс құрылысы I'm okay, thanks. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырма бойынша сіз to be етістігін дұрыс қолдануыңыз керек. Бұл тапсырмада сіз толық 20 балды жинай аласыз. Әр дұрыс жауапқа 4 балдан беріледі. Ал енді екінші тапсырманың жауаптарымен таныс болайық. Бірінші сөйлемнің жауабы Hello, I'm Sandra. Үшінші сөйлемнің жауабы How are you? Төртінші сөйлемнің жауабы My name is Tariq. Бесінші сөйлемнің жауабы What is your name? Алтыншы сөйлемнің дұрыс жауабы It is a photo. Ал енді келесі тапсырмамен таныс болайық. Бұл тапсырма бойынша сіз мына суреттердің жазылуын ағылшын тілінде жазуыңыз керек. Бұл тапсырма бойынша сіз толық 20 балды жинай аласыз. Әр дұрыс жауап үшін 4 балл беріледі. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Екінші суретте сөмкенің суреті берілген, яғни a bag. Үшінші суретте камераның суреті берілген, сондықтан a camera. Төртінші суретте теледидардың суреті берілген, сондықтан да a TV. Бесінші суретте көліктің суреті берілген, сондықтан да a car. Алтыншы суретте картинаның суреті берілген, сондықтан да a photograph. Бұл тапсырма бойынша сіз сандарды ағылшын тілінде жазып шығуыңыз керек. Бұл тапсырмада толықтай 10 балды жинай аласыз, яғни әр дұрыс жауап үшін 2 балл беріледі. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Келесі тапсырма бойынша сіз әр тапсырмада берілген суреттердің санын және сол берілген суреттердің атын ағылшын тілінде жазып шығуыңыз керек. Біріншісі мысал ретінде берілген. Бұл тапсырма бойынша сіз толықтай 20 балл жинай аласыз, яғни әр дұрыс жауап үшін 4 балл беріледі. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Екінші суретте 3 студенттің суреті берілген, сондықтан да 3 students болады. Ал үшінші суретте гамбургердің суреті берілген, сондықтан да 2 hamburgers болады. Төртінші суретте компьютерлердің суреті берілген, сондықтан да 3 computers болады. Бесінші суретте сэндвичтердің суреті берілген, сондықтан 5 sandwiches болады. Алтыншы суретте 4 үйдің суреті берілген, сондықтан 4 houses болады. Келесі сөйлемде диалогтар берілген. Сіз осы диалогта айтылатын сөздерді дұрыс табуыңыз керек. Бұл тапсырма бойынша толық 20 балл жинауға болады. Әр дұрыс жауап үшін 4 балл беріледі. Біріншісі мысал ретінде берілген. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Екінші диалогтың алғашқысында How are you, яғни how деген C вариантын таңдаймыз. Содан соң диалог жалғасады Fine, thanks, and you. Содан соң екінші адам айтады Okay, thanks, яғни C вариантын таңдаймыз. Ал енді үшінші диалогқа назар аударамыз. Үшінші диалогтың алғашқысында this, яғни C вариантын таңдаймыз. What is this in English?
Содан соң диалог жалғасады. Бесіншісінде B вариантын таңдаймыз. It is a book. Содан соң төртінші диалогқа назар аударамыз, яғни алтыншы тапсырма. Бұл сөйлемде біз A вариантын таңдаймыз. This is PR. Міне достар, осымен видео сабақ аяқталды. Сіздерге видео сабақ қызықты әрі жеңіл болды деп ойлаймын. Видео сізге ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар өз нәтижеңізді комментарийге жазуды ұмытпаңыз.